Сәлем қыздар, Асалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеомызда өте дәмді таңғы асқа арналған сырниктар әзірледік. Сырниктар яғни сүзбеден, орысша айтқанда творогтан жасадық. Ең алдымен 500 грамм творогымызды аламыз. Мен бұл творогтың қай фирманыкін екенін көріп алмаптым. Қағазын лақтырып тастаптым. 5% құрғақ болса жақсы болады. 3 ас қасық жарма қостық, яғни манная крупа. 3 ас қасық ұн салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қантты соңынан саламыз, өйткені бірден қантты салып араластыратын болсақ, сүзбе өзінің сөлін көп бөліп кетуі мүмкін. Қуырған кезде сонда сырниктарымыз формасын жоғалтып алады. Сондықтан қантты соңынан қосқанымыз дұрыс болады. Араластырып алдық, соңынан қантымызды салып, араластырып, енді жарты сағатқа жармамыз ісінгенін күтеміз. Жарты сағатымыз өтті. Енді 1 ас қасық немесе 1,5 ас қасық көлемінде осындай шариктар жасап аламыз. Немесе кішірек формада да жасасаңыз болады. Мен осындай көлемде 500 грамм сүзбемізден 8 сырниктар шығардым. Кішірек жасасаңыз көбірек болады. Енді біз тақтайымызға ұн сеуіп алдық. Пышағымыздың көмегімен шеттерін, астын, бетін осылай тегістеп аламыз. Сүзбеміз сондай құрғақ, формасын жақсы ұстап тұр. Осылай ұнға аунатып аламыз. Қызған табаға сары май мен сұйық майды араластырып саламыз. Енді сырниктарымызды қуырып аламыз. Менің табам үлкен болғандықтан 8 сырнигіміздің барлығы сыйып кетті. Сіздікі кішірек болса, шетінен пісіріп алсаңыз болады. Асты қызарып піскен кезде екінші бетіне аударамыз. Негізі тез піседі, бірақ арасы ұн мен жармамыз толық пісу үшін баяу отта қақпағын жаба отырып пісіреміз. Мінекей осылай дайындап алдық. Сырниктарымыз дәмді, сондай түрі де тәбет ашарлықтай болды. Дәмі өте керемет. Отбасыңызға пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сырниктарымызды сметанамен жеуге болады. Мен бетіне малинаның вареньесімен және қант ұнтағын септім.